Сәлеметсіздер құрметті оқушылар. Бұл БЖБ-ның екінші нұсқасы. 9 класс геометрия 3-ші тоқсан. Және косинусы, синусы теоремасына бағытталған. Так, бірінші есеп көрейік. А-сы үшбұрышында А-б 4-ке тең, Б-сы 7-ге тең, А-сы 9-ға тең. Үшбұрыш бұрыштарының ең үлкені қайсысы, ең қысқасы қайсысы дейді. Бірінші А-сы үшбұрышын сызайық. А-Б-сы. А-б 4-ке тең, Б-сы 7-ге тең, А-сы 9-ға тең. Бізде естеріңде болсын, А бұрышына қарама шыққан ол А қабырғасы. Значит, бізде Б-сы деген бізде қай қабырға? А-ның қабырғасы. Өйткені А бұрышына қарама жатыр ғой. Б бұрышына қарама шыққан ол бізде Б қабырғасы. Яғни ол А-сы, иә? А-сы деген бізде Б. И бізде С бұрышына қарама шыққан қабырға ол С-ның қабырғасы. Яғни бізде А-бымыз қай қабырға? С қабырғасы. Бізде теорема бар. Ең үлкен қабырғасына ең үлкен бұрышы жатады қарама қарсы. Ең кіші қабырғасына ең кіші бұрышы жатады. Басынан қайталап айтамын. Ең үлкен қабырғасына қарсы ең үлкен бұрышы жатады. Ең кіші қабырғасына ең кіші бұрышы жатады. Демек, бізде қайсысы ең кіші? Так, бізде А қаншаға теңсің? А бізде Б-сы деген қабырға ол 7-ге тең. Б деген қаншаға тең бізде? 9-ға тең, А-сы ғой бізде. Так, С қабырғасы бізде қаншаға тең? 4-ке тең. Демек, ең үлкен бұрышы бізде қай бұрыш болады? Әрине, өгет еткендей Б бұрышы. Өйткені Б қабырғасы 9-ға тең ғой. Значит, Б бұрышы бізде ең үлкен. Ең кішісі бізде қай қабырға? Әрине 4. Значит, бұрышысы бізде ең кіші бұрыш. Түсінікті деп ойлаймын. Екінші есепке назар аударайық. А-сы үшбұрыш берілген дейді. А-Б-С. А-сы үшбұрышы берілген. Бізде А-сы 4,5-ға тең. Б-А бұрышы 30 градусқа тең. С бұрышы 75 градусқа тең. Енді берілген жазып. Так, бізде А-сы деген қай қабырға бізде? А-сы деген бізде жаңа айттым Б қабырғасы. Өйткені Б бұрышына қарама жатыр. Б қабырғасы бізде 4,5 сантиметрге тең. Бұрыш А 30 градусқа тең. Бұрыш С 75 градусқа тең. Бізге табу керек нені? Үшінші бұрышы мен қалған екі қабырғасын табыңдар дейді. Үшінші бұрышы деген қай бұрышы? Әрине А мен С бар, әрине Б бұрышы белгісіз. Б бұрышы сұрақ белгісі. Қалған екі қабырғасы дейді. Б бар, значит А мен С қабырғасы жоқ деген сөз. Үш бұрыштың ішкі бұрыштарының қосындысы неше градус? Яғни бұрыш А, бұрыш Б, бұрыш С бізде қаншаға тең болу керек? 180 градусқа тең болу керек. Орнына қойып шығайық. Бұрыш А бізде 30 градусқа тең. Қосамыз. Бұрыш Б бізде белгісіз, сол үшін бұрыш Б тұра берсін. Қосу. Бұрыш С бізде қаншаға тең? 75 градус. Тең 180 градус. Енді қараймыз. 30-ға 75 қосса қанша болады? 105 градус. Қосу бұрыш Б. Ол 180 градусқа тең. Енді бұрыш Б-ны есептейік. Яғни бұрыш Б қаншаға тең болады? 105-ке қаншаны қоссақ 180 болады? Әрине 75 градусты. Енді бізде үшінші бұрышын таптық. Енді бізде қараңдар. Б қабырғасы бар. Б бұрышы бар. Значит, ол жерде ойлануға қажет жоқ. Синустар теоремасын қолданамыз. Қасиеті бойынша. Так, Б бөлінген синус бета тең болады С бөлінген синус С бұрышын табайық. Бұл жерден қайсы белгісі? Әрине
С белгісіз, пропорцияны қолданайық. Кірексіз әдісі. Яғни белгілерді бөлшектің алымына шығарамыз. Б көбейту синус С бөлінген синус бета. Неге бета бөлініп астына жазылды? Себебі С-ның қарама-қарсысы белгісіз, Так, орнына қойайық. Орнына қойған кезде асықпаймыз. Синус С бұрышы 75 градус. Синус Б бұрышы бізде қанша градус? Тоже 75 градус. Енді мына екеуі бірдей ғой. Сонымен қысқарып кетеді. Значит, Б ғана қалады. Б бізде қаншаға тең болды? 4,5-ға, Значит, бізде С қаншаға тең болды? 4,5-ға. Значит, Б да 4,5-ға тең, Неге олай? Себебі екеуінің де бұрышы бірдей. Қараңдар. С бұрышы тоже 75 градус. Б бұрышы тоже 75 градус. Значит, бұл қандай үшбұрыш бізде тең берілді. Енді Б бөлінген синус бета бізде қай қабырға қалды? А қабырға қалды. А бөлінген синус А. Есенде болсын. Б бұрышының астында синус Б жатады. Б қабырғасының астында Б бұрыш жатады. А қабырғасының астында А бұрыш жатады. Осы жерден аны табайық. А тең, тоже кірістік әдісімен, Б көбейту синус А астында синус Б. Орнына қойайық. Так, бұрышты сендер тікелей орнына, мысалы, синус А бізде белгісіз ғой. Бұрышы бізде 30 градус қой, оны біз сразу қоя алмаймыз. 30 градус деген әшейін ол бұрыштың шамасы. Бізге синус, косинус, тангенс деген ол бұрыштың мәнін есептейді. Бізге мәні керек. Так, Б орнына қойайық, асықпай. 4,5. Көбейту синус А бұрышы бізде қаншаға тең? 30 градус. Астында синус Б бұрышы бізде 75 градус екен белгілі. 75 градуста қоямыз. Демек, А тең 4,5 көбейту синус 30 градустың мәні 2-ден 1. Астында синус 75 градустың мәнін есептеу бізге қиындық тудырмайды, себебі оны калькулятордан көрсек болады. Так, бізде 75 деп алайық. Оның синусын есептейік. Қанша екен? 0,96. 0,96 деп жазайық. Так, екі бөлшектің қасиеті бойынша астына түсіп кетеді. 4,5 көбейту 1, негізі 1 жазбай қойса да болады. 0,96 көбейту 2. Так, 4,5-ға 1-ді көбейтсек 4,5 болады. 0,96-ға 2-ні көбейтсек 1,92 болады. Осыны калькулятормен бөлеміз. Так, бізде 4,5 бөлу 1,92. Бөліп көрейік, қаншада екен? 2-де 34 көрсетіп тұр. 2-де 34. Яғни біз барлығын таптық. Енді жауабын жазуды асықпаймыз. Жауап. Бізде не белгіседі? Бұрыш Б белгіседі. Бұрыш Б қаншаға тең болды? 75 градус. Одан кейін С қабырғасы бізде 4,5 екені белгілі. Оны жаңа шығардық. Одан кейін бізде қай қабырға белгісіз? А қабырғасы белгісіз. А қабырғасы бізде 2-де 34 сантиметр. Так, қабырғалар сантиметр, метр, дециметр, миллиметрмен беріледі. Ал бұрыштар ол өзінің градус арқылы беріледі. Соны ұмытпаймыз. Келесі үшінші есепке шолырсақ, абысы үшбұрышында дейді. Абысы үшбұрышын солай асықпай. А, Б, С. Так, А Б 10-ға тең дейді. Значит, неше қоя? А Б 10. Б бұрышы 45 градус.
С бұрышы бізде 60 градус беріп тұр. Асы қабырғасының ұзындығын есептендіреді. Білген асықпай жазып алайық. АБ деген қай қабырға бізде? Әрине С қабырғасы, қарама-қайшы жатыр. 10-ға тең. Бұрыш Б 45 градус. Бұрыш С 60 градус. Так, бізге нені табу керек? Асы дейді. Асы деген бізде қай қабырға? Асы деген бізде әрине ол Б бұрышқа қарама-қайшы жатыр. Значит, бізде Б қабырғасы белгісіз. Так, бізде С бұрышы бар. С қабырғасы бар. Значит, синус теоремасын қолданамыз. С бөлінген синус С тең болады. Бізге қай қабырғаны табу керек? Б бар, Б-ның бұрышы бар ма? Әрине бар. Б бөлінген синус Б. Енді осы жерден бізге Б-ны табу керек қой. Оны пропорциямен құрамыз, Б тең, крестик әдісімен С көбейту синус Б сында синус С болады. Орнына қоямыз асықпай. С көбейтеміз. Синус Б бұрышы қанша градусқа тең? 45 градусқа тең. С деген бізде қаншаға тең еді? 10-ға тең еді ғой, 10 деп жазайын. Синус С дейді. Синус С бізде 60 градус. Так, орнына қойып есептейік. 10 көбейту синус 45 ол төбірасты 2 бөлінген 2-ге тең еді. Синус 60 градус мәні ол төбірасты 3 бөлінген 2-ге тең еді. 10 мен 2 қысқарады, 1 болады, 5 болады. 5 төбірасты 2 көбейту 2 болады. Себебі бөлшектің бөлімінде бөлініп тұрғасын, ол бөлшектің алымына көбейтіледі. Астында төбірасты 3 бар. Значит, бізде не шықты? 5-ке 2-ні көбейтеміз. Төбірастымен сан көбейтілмейді ешқашан. Так, 5 пен 2 көбейтіледі, 10 болады. 10 төбірасты 2, астында төбірасты 3. Енді бұны ары қарай иррационалдан құтылу керек болады. Бірақ осылай қалдыра салайық. Яғни жауап осы. Так, 4-ші есеп. Енді бұл жерде иррационалдан ары қарай өздерін құтылсындар болады, немесе калькулятормен шығасындар болады, разница жоқ. 4-ші есеп. АБС 3 бұрышында дейді. Тағы да АБС 3 бұрышын сызайық. А, Б, С. Бізде АБ 7-ге тең, БС 4-ке тең, АС 5-ке тең. АБС бұрышын есептендіреді. Бірінші жапшайық. АБ деген бізде қай қабырға? С бұрышына қарама-қайшы жатыр, С 7 сантиметр. Так, мына жерде белген бар. Белген деп жазу керек. С 7-ге тең. Одан кейін БС дейді. БС деген бізде қай қабырға? А қабырғасы. А бізде 4 сантиметрге тең. Б қабырғасы, значит, 5 сантиметрге тең. Бізге нені табу керек? Бұрыштан есептендіреді. Бұрыш А, бұрыш Б және бұрыш С-ны есептеу керек. Бізге бұл жерде 3 қабырғасы берілсе, біз алдында айттық, косинустар теоремасын қолданамыз деп. Бірінші косинус анықтау керек. Бұның формуласының логикасы өте оңай. Б квадрат қосу С квадрат азайту А квадрат астында 2 Б С. Так, Б-ның квадраты бізде Б 5-дің квадраты қосу С деген бізде 7-ның квадраты азайту А квадрат. А деген бізде 4-дің квадраты болады. Астында 2 көбейту 5 көбейту 7 деген сан шығады. 5-дің квадраты бізде қанша? 25 қосу 49 азайту 16. Дұрыс па? 5-дікі 25 қой, 7-нікі 49 азайту 4-дің квадраты 16. Астында 2 көбейту 5 көбейту 7 тұра берсін. Так, 25-ке 49-ды қоссақ, бізде 74 шығады. 74-тен 16-ны азайсақ, бізде қаншады? 28 шығады. 2 көбейту 5 көбейту 7 тұра берсін. Так, 28 мен 2 қысқарады, екен екеуі де жұп сандар, 2-ні 2 өлсек 1 болады, 28 2 өлсек қанша болады? 29 болады. 29
астынан 5 көбейту 7 бізде қанша болады? 35 деген сан шығады екен. Енді косинус аны есептедік, енді косинус бұны есептейік. Қараңдар, жаңа айттым, формуласының логикасы өте оңай дедім. Яғни қай бұрыш табу керек болып тұр, соның қабырғасы азаяды. Демек, а квадрат қосу с квадрат азайту б квадрат болады. Неге? Себебі косинус бізде б бұрышын тауып жатырмыз. Астында 2асы болады сәйкесінше. Орнына қойып шығайық. А-ның квадраты, значит 4-дің квадраты плюс с-ның квадраты 7-ның квадраты азайту б дейді бізде ол 5-дің квадраты. Астында 2 көбейту 4 көбейту 7 болады. Екен а 4-ке тең, осы 7-ге тең. 16 қосу 7-дің квадраты бізде қанша? 49 азайту 25. 2 көбейту 4 көбейту 7 қалдырайық. Мына жерде есептейік. 49-ға 16-ны қоссақ бізде қанша болады? 65. 65-тен 25-ті азайтсақ 40 болады. 40 астында 2 көбейту 4 көбейту 7 қалсын. 40 пен 2 қысқарады, өйткені жұп сандар 42 2-ні 2-ге бөлсек 1 болады, 42-ге бөлсек 20 болады. 20 мен 4 қысқарады ғой, 4-4-ге бөлсек 1 болады, 20-ны 4-ге бөлсек 5 болады. Значит, төбесінде 5 қалды, астында 7 қалды. 1 жазудың қажеті жоқ. Так, косинус с. Енді формуланы угадать қиын емес. А квадрат қосу б квадрат азайту с квадрат. Астында 2а б. Енді орнына қойып шығайық. 4 квадрат қосу 5 квадрат азайту 7-ның квадраты. Астында 2 көбейту 4 көбейту 5 деген сан бар екен. 4-дің квадраты 16 қосу 25 азайту 49. Астында 2 көбейту 4 көбейту 5 тұра берсін. 16-ға 25-ті қоссақ бізде 41. 41-ден 9 азайтсақ, кіші саннан үлкен санды азайтсақ, мына екеуінің қосындысы бізде 41 шықты ғой. Енді 41-ден 9 азайтсақ бізде қанша болады? Минус 8 болады. Өйткені кіші саннан үлкен санды азайтсақ, теріс сан шығатыны мәлім. 2 көбейту 4 көбейту 5. 8 бен 2-ні қысқартайық. 1 болады. 2-ні 2 бөлсек 1 болады ғой. 8 2 бөлсек 4 болады. 4 пен 4 екеуі бірдей сан. 1-мен қысқарып кете салады. Жерде 1 қалады. Демек, минусты ұмытпаймыз. Значит, минус 1 бар, е? Минус 1 астында 5 деген болады. Жауап осымен тамам. Есептер түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтарың болса, комментарийға жазуды ұмытпаңыз.